Сәлем достар, сіздермен бірге ағайын арнасы. Макдональдс, оның зияны жөнінде осыған дейін қаншама рет айтылып жатыр да, оны жек көрген адамдар жабуды талап етіп, фильмдер мен бағдарламалар түсіріп, зерттеулер жүргізеді. Мыңдаған адамдар ұран салғанымен, миллиондағандар әлі де Макдональдстен қол үзген жоқ. Сансыз фастфудтың арасынан әлемдік көшбасшыға айналған алпауыттың табыс тарихы неде? Бүгін біз сол туралы айтатын боламыз. Ағайынды Макдональдтардың алғашқы мейрамханасы 1940 жылы Калифорния штатының Сан-Бернандино қаласында ашылды. Бұл көлік жүргізушілері үшін арналған қарапайым орын болатын. Жылына $200,000 табыс әкелетін дәмханада қуырылған еттің 40 түрі дайындалады. 1948 жылы ағайындылар негізгі табыс көзі гамбургер сатудан түсіп жатқандығын түсінген соң жаңа бетбұрысқа бел байлайды. Дәмхананың ішкі дизайны өзгертіліп, фастфуд дайындайтын конвейерге айналады. Ас мәзірі барынша қысқартылып, гамбургердің бірнеше түрі апельсин шырыны, қытырлақ картоп және америкалықтардың сүйікті сусыны Кока-кола қалады. Оңтайландыру шараларының арқасында бургерлер 15 центтен сатыла бастады. Сіз бар болғаны бірнеше минут ішінде қалаған тамағыңызды алып, тез арада ақшасын төлеп, қалаған үстеліңе барып отырасыз. Ағайынды Макдональдтар негізін қалаған тез тамақтанудың жаңа концепциясы тез танымалдыққа ие болып, төменгі баға мен жылдам қызмет ету арқылы сатылым көлемі ұлғая түсті. Бәсекелестер үшін үлкен соққы беріп, кезек саны көбейеді. 50-ші жылдары табыс 1,2 есеге көбейіп, жыл сайын $350,000 түсіп отырды. Бүкіл Калифорния бойынша танымал болған мейрамхана туралы газеттер де жаза бастады. Кәсіпкерлер хабарласып, жаңа әдіс бойынша жұмыс істеу құқығын сатып алуды сұрап, жалына бастайды. Бірнеше мың долларға енді қалаған адам өз Макдональдсын аша алатын болады. Бүкіл Америка бойынша алтын түстес арқасы бар аппақ ғимараттар пайда бола бастады. Елде Макдональдс толқыны басталады. Енді шекарадан шығуды бизнестің өзі беріп тұрғанда еді. Бірақ ағайындылар бұл туралы тіпті ойламады да. Макдональдс тарихының жаңа парақтары Рэй Крок келгеннен кейін басталды. Рэй Крок туралы басты 3 нәрсе айтуға болады. Ол гамбургер сата алады, ақша табу жолын біледі және әңгіменің майын тамызады. Алғашқы 2 қабілеті бар гамбургерлер империясын құруға көмектесті. Ағайынды Макдональдтермен таныспас бұрын Крок миксер сатумен айналысқан екен. Бірде оған бірден 8 миксер сатып алу туралы ұсыныс түседі. Қатарынан 40 шақты коктейль дайындау қандай дәмханаға керек болды деген қызығушылықпен ол тапсырыс берушіге келеді. Тоқтаусыз гамбургер мен коктейль сатып жатқан мейрамхананы көргенде таңданысын жасыра алмады. Дәмхана иелері бизнесін кеңейтуге қарсы емес болып шығады. Алайда өздері мұнымен айналысқылары келмейді екен. Крок франшизаны сатушы агент ретінде өз қызметін ұсынды. 1955 жылы McDonald's System Inc. франчайзинг компаниясы ашылады. 20 жыл пайдаланғаны үшін әр франшиза құны $950 құрады. Крок франшизаны бірінші кездескендерге сатқысы келмей, жақсы рестораттарларды іздейді. Осыған дейінгідей бүкіл штатқа емес, тек мейрамханаға ғана сатылды. Компания құрылған кезден бастап, Coca-Cola оның серіктесіне айналды. Сол жылы Иллинойс штатындағы мейрамхананың жертөлесінде ол гамбургерология университетін ашады. Жаңа лицензиялаушылар мен жаңа мейрамхана директорларына арналған оқу сыныптары кейінірек жоғарғы буындағы менеджерлерді дайындайтын халықаралық оқу орталығына айналды. Бірақ танымалдылық сауда табысына ықпал ете алмады. Бірінші жылы тек 18 франшиза сатылды. Ірі ойыншылар оны тек нақты аумақтарға сатып алуда қалады. 1960 жылы Крок компаниясының таза түсімі $77,000 құрады, ал қарызы $5,7 миллион дейін артты. Ар қарайғы өсім үшін ол ағайынды Макдональдтардан бизнесті сатып алмақшы болады. Олар $2,7 миллион сұрады. $700,000 салыққа кетіп, әр қайсына $1 миллион қалуы керек еді. 1961 жылы компанияның жылжымайтын мүлігін кепілге қойып, Крок несие алады. Банкқа қарызды төлеуге $14 миллион кеткенімен өзінің жүйесін бақылап отыру мүмкіндігіне ие болды.
1965 жылы миллиардыншы гамбургер сатылып, бұл көрсеткіш үлкен шоуға айналды. Рой Крок ағайынды Макдональдтар мен негізін қалаған ұстанымдарды сақтап қала алды. Франшиза сатып алған компаниялармен келісім шарттың алғашқы пункті ретінде бірыңғайланған мәзір қарастырылды. Нью-Йорктегі дәмханадан алынған бургердің көлемі мен дәмдеуіштерінің мөлшері айталық Ресейде сатылған бургермен бірдей болуы қажет. Тіпті Рей Крок өмірінің соңына дейін ең алыс аудандардағы мейрамханаларға барып, барлық стандартқа сай екендігін тексеріп жүрген. Тағамға жылдам қолжетімділік, қызмет көрсету мәдениеті және тазалық күні бүгінге дейін тез тамақтандыратын Макдональдс мейрамханалар желісінің негізгі ұстанымдары болып қала беруде. 1958 жылы бургер дайындаудың толыққанды сипаттамасы шығып, Макдональдс Библиясы деген атауға ие болды. Қазір оның 750 парағы бар. 1970 жылы Макдональдстың 16 мың мейрамханасының сауда айналымы $587 миллион құрады. 1972 жылы миллиардты бағындырды. 1975 жылы Аризона штатының Сиерра Виста қаласында бірінші МакАвто дәмханасы пайда болды. Қызмет көрсетудің жаңа жүйесі ақш-тағы барша дәмханалардың сауда айналымының жартысын құрайды. 1976 жылы 20 миллиардыншы гамбургер сатылды. 1990 жылы компания басшылығы өз тарихында бар болғаны үшінші рет ауысты. Басқарма төрағасы ретінде Фред Тернер тағайындалды. Ал Рей Крок өмірінің соңына дейін компания жұмысына араласып отырды. Макдональдс Стандарт Пордың 1965 жылдан бері жыл сайын түсімі мен акциялардан түскен пайдасын жазып отырған ең тұрақты компаниясына айналды. Better Investing магазин журналы ол туралы қарапайым акциялары ең көп сатылған ең танымал корпорация деп атады. Рей Крок Лайф журналы тарапынан 20 ғасырдың ең басты 100 американдық азаматының бірі деген атаққа ие болды. 2005 жылы компания 50 жылдығын тойлайды. Достар, бүгінгі видео ұнады ма? Ұнаса лайк басып, каналға жазыламыз.